Сәлем, менің каналыма көргеніме қуаныштымын. Менің есімім Қарлығаш Сапарқызы. Мен алғашқы рет пісірген пирогымды сіздермен бөліскім келеді. Құрамында ешқандай зат жоқ, тек қана жұмыртқамен жасалады. Бізге керегі 8 жұмыртқа, қант керек. Көріп тұрғаныңыздай ақуыз бен сары уызын бөлек ыдысқа салып, бірінші ақ жұмыртқаның ағына шекер салып жақсылап мисерлейміз. Көргендеріңіздей бара-бара ағара түседі. Осылай аппақ болады. Ол ағарған сайын жұмыртқаның ағы көбейе береді. Осы сәтте менің қыздарымда, бәрімізде бар нәрсе, қыздарымда жағаласып кетті. Мен де істейінші деп. Сол сәттер. Енді қараңыз, бұл жерде жұмыртқаны дәл осылай қатып бітіп төңкергенде түсіп кетпейтіндей қылып мисерлейміз. Көрдіңіздер ме? Ол түсіп кетпей жатыр, жай ғана жайлап сырғып кеп жатыр. Енді осыған сары уызымызды жақсылап мисерлейміз да, өйткені біздің араластырып алуымызға ыңғайлы болу үшін. Одан кейін оны ақ уызға салып, тағы мисерлейміз. Қалауларыңызға қарай разготитель саласыз, қопсытқыш дейміз. Оны қалауларыңызға қандай қопсытқыш болса да разницасы болмайды. Жақсылап араластырамыз. Ұнды әркімде әртүрлі ұн болғандықтан қалауларыңызға қарай әр ұнды қолдана отырып, біз сұйықтық пайда қыламыз. Осы жерде табамызды кәдімгідей сары май, шедролет, маргарин сондайлармен жақсаңыздар болады. Қазір экранда қалай құйылып жатыр, дәл солай сұйықтық жасалу керек. Ұнды көп салудың қажеті жоқ пирогқа. Осылай ұзындап түсу керек. Сұйықтық пайда болу керек. Бәрін шет-шетін тегістеп, бір тегіс қылып алып, духовкаға 180 градуста бірінші астын пісіресіздер, кейін барып үстін пісіресіздер. Міне көргендеріңіздей пирогымыз дайын, енді кесеміз. Мен әдейі шет жағын кестім. Бұл пирогты сіздер торт ретінде де қолдансаңыздар болады. Мен дәл осы пирогпен сіздерге жақында торт ретінде шығаратын боламын. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ, өте тәтті болады. Сіздермен болған Қарлығаш Сапарқызы, ас болсын.